Сәлеметсіздер ме, балалар? 7-ші бөлім Қазақстандағы ұлттар достығы. Сабақтың тақырыбы параграф 51, мәңгілік ел, бір ел, бір тағдыр. Оқу мақсаты эссе құрылым мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары мен себептеріне өз көзқарасын жазу. Еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолдасын түсіну. Бағалау критерийі. Эссе құрылым мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын білдіріп, дискуссивті эссе жазады. Еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсініп, мысал келтіреді, талдау жұмыстарын жүргізеді. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл жасап, ой шақырайық. Мәңгілік ел идеясының мәні не деп ойлайсыздар? Тәуелсіздікті сақтап қалу жолында не істеу керек? Өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салыңыздар. Тамаша. Ал енді кітаптағы мәтінді оқиық. Мәңгілік ел идеясына кластер жасайсыздар, іс-әрекетті білдіретін етістіктерді табасыздар. Мәңгілік ел идеясы халықтың әл-ауқатын жақсартып, ынтымағын арттыратын, елді дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа қадам. 2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа кезекті жолдауын бір жыл бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат Қазақстанның дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы. Ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті деп бастады. Мәңгілік ел идеясының жариялануы ұлттық идеядан туған түйінді тұжырым. Мәңгілік ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны. Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Біз елімізбен мақтанамыз. Қазақ елі еркіндікке жету үшін қаншама қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар Қазақстан тәуелсіздік алды. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру әлде қайда қиын. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік көзіне төтеп бере алмай, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Дескриптор мәтінді оқып кластер құрайды, мәтіндегі іс-әрекетті білдіретін етістіктерді табады. Дәптерлеріңізге кластер құрайсыздар, етістікті білдіретін, іс-әрекетті білдіретін етістіктерді теріп жазыңыздар, балалар. Жақсы, жазып болсақ өз білімдеріңізді тексеріңіздер. Яғни қызылмен жазылып тұрған сөздер іс-әрекетті білдіретін етістіктер, балалар. Келесі тапсырмаға келесі жаңа тақырыбымыз, балалар. Сөз табының бірі еліктеу сөз. Әртүрлі дыбысқа, құбылысқа еліктеуден және олардың бейнесін елестетуден туындаған сөз еліктеу сөз деп аталады екен. Құрамына қарай еліктеу сөздер дара және күрделі болып бөлінеді. Дара еліктеу сөздер бір ғана түбірден тұратын төлеліктеу сөздер. Мысалы, тарс, күмп, жымың. Күрделі еліктеу сөздер екі сөздің қосарлауынан жасалған еліктеу сөздер. Тарс, тұрс, қисаң, қисаң. Тұлғасына қарай негізгі туынды еліктеу болып бөлінеді екен. Негізгі еліктеу сөз бөлшектеуге келмейтін түбір еліктеу сөздер. Морт, күрс, селк десек. Туынды еліктеу сөздер жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. Жұрнақтары аң, ең, ың, ің, ың. Қисаң, елтең, ыржың, қыржың дегенде жұрнақтар арқылы жасалса, туынды еліктеу сөздер болады екен, балалар. Ал енді еліктеу сөздің сөйлемдегі қызметіне қарайық. Көмекші етістікпен тіркесіп келген еліктеу сөз заттанып бастауыш болады екен. Мысалы, тарс-тұрс еткендер жақындағандай болды. Жақындағандай болды кімдер?
Тарс тұрс еткендер бастауыш қызметін атқарып тұр. Еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп келіп, көбіне күрделі баяндауыш құрамында жасалады. Су жылан тілін сумаңдатып, ыс-ыс етеді. Не істейді? Ыс-ыс етеді. Күрделі баяндауыш қызметін атқарып тұр. Еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп келіп, сондай-ақ заттанып толықтауыш болады. Ол тасыр-тұсырды алыстан естіді. Алыстан естіді нені? Тасыр-тұсырды. Табыс септігінде тұрған толықтауыш қызметін атқарып тұр. Еліктеу сөз етістікпен тіркесіп пысықтауыш болады. Ол қираң етіп қайта құлады. Қайта құлады қалай? Қираң етіп пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп зат есім алдында тұрып, оны анықтайды. Мылтық атылғандай шаңқ еткен оқысын қатты естілді. Қандай үн естілді? Шаңқ еткен. Анықтауыш қызметін атқарып тұр. Ал енді балалар, тапсырмаға көшейік. Ойлан жас әдісі топтық жұмыс жазылым дағдысын орындаймыз. 3 топқа бөлінгенсіздер. Бірінші топ синтаксистік талдау жасайды. Екінші топ еліктеу сөзге лексикалық грамматикалық сатылай талдау жасайды. Үшінші топ табиғат құбылыстары мен аң құстардың бейнесін, дауыстарын елестете отырып, дара және күрделі еліктеу сөзге 2 мысалдан жазып, жасалу жолын анықтайды. Астында сіздерге үлгі берілген төменде торғайдың үні шыршыр етеді. Не істейді? Шыршыр етеді. Көмекші етістікпен тіркесіп, күрделі баяндауыш қызметін атқарып тұр. Аламысық әрі-бері зу-зу етіп өте шығады. Етістікпен тіркесіп келіп, пысықтауыш қызметін атқарады. Өте шығады қалай? Зу-зу етіп. Осы үлгіге қарап, өздеріңіз 2 мысал келтіріп, жасалу жолын анықтайсыздар. Бірінші топ өздеріңіздің тапсырмаларыңызды, екінші тапсырмаларыңызды тексеріңіздер. Ол қираң етіп қайта құлады. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем. Құрылысына қарай жай сөйлем. Не істеді? Қайта құлады. Күрделі баяндауыш. Қалай қайта құлады? Қираң етіп. Күрделі пысықтауыш. Кім құлады? Қираң етіп. Ол бастауыш. Екінші топтың тапсырмасы. Бұрқ тұлғасына қарай негізгі түбір сөз. Құрамына қарай дара, себебі түбір сөзден құралған. Сөзде бір лексикалық, 2 грамматикалық мағына бар. Лексикалық мағынасы жалпы дерексіз ұғымға берілген атау. Бірінші грамматикалық мағынасы әртүрлі дыбысқа, құбылысқа еліктеуден және олардың бейнесін елестетуден туындаған грамматикалық мағына еліктеу сөз. Екінші грамматикалық мағынасы еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп, зат есім алдында тұрып, анықтауыш қызметін атқарады. Мағынасына қарай жалпы есім, себебі біркелкі дерексіз ұғымның жалпылай аталуы. Жансыз, себебі тіршілік иесі емес. Дерексіз, себебі көзбен көріп, қолмен ұстап тануға болмайтын дерексіз ұғым. Нақты емес, себебі дерексіз болған нәрсе нақты болмайды. Келесі тапсырмамыз жеке жұмыс. Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болу керек? Тақырыбына дискурсивті эссе жазасыздар. Дескрипторы құрылымын сақтай отырып, дискурсивті эссе жазады. Оны дәлелдейтін дәстүрлі және жаңа аша аргументтер ұсынады. Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болу керек? Төменде берілген мәтін. Оқушы өзінің позициясын нақты бекітіп, оны дәлелдейтін дәстүрлі және жаңаша аргументтер ұсыну керек. Көп этносты Қазақстанның да мемлекет болып нығаюы, зайырлы қоғам ретінде жетілу мен біртұтас ұлт болып кемелдену жолында біршама айтарлықтай қадамдар жасалғандығы айқын. Дегенмен, уақыт талабына сай дініне берік, алдына биік мақсаттар қоя білетін, ертеңіне сеніммен қарайтын, жастары алғыр, рухы биік, жақсылыққа жаны құштар халық ретінде өзіндік ұлттық идеямызды анықтау қажеттілігі туындады. Халықтың әл-ауқатын жақсартып, бірлігін арттыратын, елді дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа қадам ретінде мәңгілік ел ұлттық идеясын Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауының негізі ретінде ұсынған болатын. Мәтінді ары қарай жалғастырып, өз ойларыңызды дәлелдеп эссе жазасыздар.
эсселеріңізді жазып тексеріп болсақ, сабақты бекіту мақсатында ақиқат жалған әдісін қолданып жұптық жұмыс жасаймыз. Мәңгілік ел идеясы халықтың әл-ауқатын жақсартып, ынтымағын арттыратын, елді дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа қадам. Ақиқат та жалған ба? Екі көз сөздің қосарлауынан жасалған еліктеу сөз, дара еліктеу сөз. Ақиқат не жалған? Мәңгілік ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны. Ақиқат не жалған? Жұрнақ жалғану арқылы жасалған еліктеу сөз, туынды еліктеу сөз. Ақиқат па, жалған ба? Дескрипторы: ақиқат жалған ақпаратты анықтайды. Өз жауаптарыңызбен салыстырып көріңіздер. Жақсы. Енді тағы да сабағымызды бекіту мақсатында Wordle платформасында білімдеріңізді тиянақтайық, балалар. Дара еліктеуіш сөздер: жылт, күрделі еліктеуіш сөздер: тасыр, тұсыр. Негізгі еліктеуіш сөздерді тап. Тарс. Туынды еліктеуіш сөздерді табыңыздар. Туынды, жымың. Ол сылқ ете түсті сөйлемдегі еліктеу сөздің қызметін анықтаңыз. Қалай? Пысықтауыш. Жақсы. Өз жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. Ал енді кері байланыс жасайық, балалар. Бүгінгі алған білімдеріңізді 3Q әдісі арқылы бекітейік. Қызық, құнды, қиын. Бүгінгі сабағымызда сіздерге не қызық, не құнды, не қиын болды? Смайликтер арқылы жеткізіңіздер. Оқу тапсырмасы, балалар. 4-ші тапсырма: мақал мәтелдердің біреуіне жағдаят ойластырыңыздар. Шылау және еліктеу сөздерді қатыстырып, қысқаша мәтін жазыңыздар. 5-ші тапсырма: берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, өз ойларыңды эссе түрінде жазыңыздар. Еліктеу сөздерді орынды қолданыңыздар. Осы 2 тапсырманың біреуін орындаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңыздар.